дым сыймайтын нәрсені Сен айтып эволюцияның не айтатынын да білмейсің, бірақ онымен қалай келіспей тұрсың? сен Құдайдың бар екенін білмейсің мысалға ше. Тура солай сен бірақ жоқ екенін дәлелдеп отырсың ғой. Мен саған Мен тура солай сендердің Құдайға қатысты аргументтерінің бәрін білем ғой, түгел білем. Нені? Сенің Құдайға эволюцияң дұрыс қатысты. емес екен. Сен Сен эволюцияның дұрыс мойындап емес деп тастайсың. қалай айтасың? Сен эволюцияның не екенін де білмейсің даже. Сен Құдайдың не екенін білесің ба сен ал? Сендердің Құдайың не екенін білем. Не ал оны? Қалай сен миыңа Сендердің Құдайың мынандай, короче. Сендердің Құдайларың өзінің бойына шексіз қасиеттерді жинап алған, шексіз қатыгез, шексіз мейірімді, ешкімге ұқсамайды, тумаған, туылмаған, содан кейін шексіз мейірімді, бірақ адамдарды азаптайтын тозақ жасап қойған, бәрін білем дейді да, бәрін білгендіктен де бүкілі кім тозаққа барады, тұра тұр енді сөйлемей тұр. Кім тозаққа баратын, кім жәннатқа баратын, бәрін біліп тұрып жаратып алып, ойбай мен сендерді сынайым деп өтірік құлақтан тебетін Құдай сенікі. Бүкіл адамзатқа дін жараттым деп алып, ол діндерін адамзаттың бәріне жеткізе алмағандарына отдельный тозақ ұйымдастырып, отдельный сұрақ ұйымдастырып шаятын Құдай сендердің Құдайларың. Сосын сендердің Құдайларың арабтардың ана семейный проблемаларын бүкіл адамзатқа арналған кітаптың ішіне жазып қойып, мыналарды қатындыққа алсаң болады, мыналарды қатындыққа алсаң болмайды. Мыналармен соғысқан кезде мына ақшаны былай бөліп алыңдар, анаған мынаны бер, мынамен былай жатасың, анамен алай жатасың. Сосын жаңағы неге балиғат жасқа толмаған қыздармен былай ажырасасың, толған қыздармен былай ажырасасың деп жазып, сосын одан кейін өзіне дейінгі болған легендалардың бәрін жинап, аңыздардың бәрін. Анау Нұхтың кемесіне жыртқыштарды да, шөп жейтінді де, ет жейтін жануарды да бәрін тығып, жердің бетін екі адамның Нұх пен семьясының күнәсі үшін бүкіл жер бетін су басқызып жіберген сенің Құдайың. Анау киттің ішіне китті өзі жіберіп, Юнусты сол китке жұтқызып жіберіп, сосын Юнусқа дұға жасатып, соны одан кейін құтқарған үшін рахмет айт деп қуып отыратын сенің Құдайың мысалы. Ол китті жіберіп өзі соған жұтқызып жіберген. Тағы айтып берейін ба саған? Ана үңгірдегі адамдарды 300 жыл ұйықтатып тастаған, нені апарып жаңағы теңізді екіге жарып, сол теңізге нені жұтқызып жіберген, жаңағы перғауынды. Сондай толы аңыздарға толы әңгіме сенің Құдайың сол. Сен бар ғой, базар жоқ, сен бар ғой, афига нәрсе біледі екенсің ғой, ислам жайлы немен сен қабылдамай жүрсің исламды. Ислам туралы мен сенен көп білемін ислам туралы. Сенің эволюцияң бар ғой, енді сен эволюцияңды тыңдадаш, логикаға. Вот сен осылай қара, мен саған қазір ислам туралы қалай айтып бердім, енді сен тура эволюция туралы маған осылай айтып бере алсаң, мен сенімен сөйлесем.